білмейсің ба, итіге намордник кигіз деген сөзді, ей? Намордник кигенде кішкентай күшік қой, не істеп жатырсыз сізге бұл? Ха, кішкентай күшік. Маған зиян тимесе, менің кішкентай балама зиян тисе қайтесің сен? Сіздің балаңыз қайда, менің күшігім қайда, жер мен көктей ғой? Не ұшты? Қасына сенің күшігің келіп ап, секіріп ап, менің коляскама, менің балама зиян тигізсе сен қайтесің? Қайтесің дейді ғой? Қара, мысалы былай, қара. Не істеп жатсыз? Не істеп жатсыз? Уже шығып отыр, не шығып отыр? Мен саған не айтып тұрмын, сен түсініп тұрып жатсың ба? Иттің баласы! Менің етім сізге емес, сіз менің етіме қауіп төндіріп тұрсыз. Ұятсыз. Ұялмайсың ба? Әйел басымен? Не дедің? Ей, мен сенің қас бычтың шығарам, түсінің ба? Мен анамын, менің балам бар. Яжмать! Емделу керек. Серкебай, құжаттарыңыз бола ма? Не себеп? Себеп парковка не положен месте. Знак қарамайсыз ба? Бұл жердің инвалидтердің орны. Сіз вообще мен тоқтатуыңызға рұқсат жоқ екенін білесіз ба? Неге? Өйткені мен анамын, менің балам бар. И тек где должна парковаться? Өмірім маяқта парковка жоқ. Менде мүмкіндігім шектеулі, мен жаққа кетпеймін. Қарындас, мен де әкемін, мен де бала-шағам бар. Документтеріңізді беріңіз. Қайда сен бала-шағаң? Қайда сен бала-шағаң? Қарындас, мен жұмыс орнындамын. Сен вообще кіммен сөз айтқаныңды білесің ба Кіммен? өзіңе? Мен Алматы облысының Горгайының болашақ бастығының анасымын бұйырса, түсінің ба? Ертең мен балам бастық болған кезде сен маған штрафждан дегенді айтып беремін, түсінің ба? Қарындас, мен ол уақытта пенсияға шығып кетемін. Ояттың, сен жұбатасың ба? Жарайды, қарындас, жүре беріңіз. Штраф жазбаймын сізге. Сен маған жарайды, жүре беріңіз. Штраф жазбаймын деп міндеттісінбей қой, түсінмен ба? Мен балам бар, мен олай сөзге болмайды, түсінің ба? Яжмайды! Жарайды, қарындас, қала беріңіз. Сау болыңыз. Қарындас, тоқтаңыз, төлеңіз деймін. Төлемеймін, мен не үшін төлеуім керек? Сіз мені апаратын жеріме апарған жоқсыз ғой, төлемеймін. Қарындас, төлеңіз, итак балаңыз салон үшін бәрін бүлдірді. Жақсырым емес па? Менің балам сіздің машинаңызда бүлдіргенде қуанбайсыз ба, хотя? Қандай жақсырым, айналайын. Машина үшін бәрі сасып кетті ғой. Сасып кетті, бағанан бері сасып атқан. Зато мен баламнан кейін күшті иіс шығып жатыр, қараңызшы. Жарайды, 500 теңге беріңіздер, шыға беріңіз, 500 теңге. 500 теңге? Сіз вообще ұятсыз екенсіз ғой? Мен анамын, менің балам бар. И вообще ана болу, балаға қарау, көлік жүргізу сияқты оңай емес, түсіндіңіз ба? Тіл тигізбеңіз менің жұмысыма. Сіз менің жұмысыма тіл тигізбеңіз. Вообще, вот сіздің жұмыстарыңыздың біздің қоғамға қандай пайдасы бар? Мысалы, мен Геннадий Головкин сияқты күшті керемет боксер өсіріп келе жатырмын. Ертең ол өскеннен кейін сіздің бычтың шығарады, түсіндіңіз ба? Болды. Не, мен кішкентай баламнан қорқадыңыз ба? Ояқтыңыз айғайлап, мәңіз, қараңыз. Алыңыз балаңыз. Алыңыз дейін балаңыз. Қараңыз мен балама, қараңыз. Қарамайым мен. Ақшаңызда өзі, балаңызда керек емес, шыға беріңіз есте. Ең дұрыс болды. Есіңізде болсын. Мен анамын, менің балам бар, менің айтқаным дұрыс. И вообще, сендер бізді бағалау керексіңдер, түсіндер ма? Все, мен кеттім. Ямать! Бекер қалдым осы. Камераң деп шыңда! Не істеп қойдым сізге мен? Маған емес, мен балама істеп қойдың. Не істеп қойдым сіздің балаңызға? Сен ана сас темекімен өтіп бара жатқан кезде, ана сас темекінің несі былай кетті, мен балам мұрнына былай кіріп кетті, түсіндің ба? Сен вообще пассивтік темекі шегу деген не екенін білесің ба? Енді сен кесірінен менің балам өмір бойы темекі шегіп, мен жасырып жүретін болды. Сіздің балаңыз жылап отыр, қараңыз ғой. Ойбай, тоқтай тұр. Жөн, жынды ғой? Әне, көрдің ба? Уже темекі сұрап жылап жатыр. Онсыз ақтан ұрып қойдыңыз. Мен анам, мен баламның тілін түсінемін. Балаңыздың тілін түсінсеңіз айтып барсаңыз, анаң сенің ақымақ деп. Не дедің сен, а? Сен вообще бала тауып көрдің ба? Тауып көрмегенмін. Короче, сен менің баламның темекіден тәуелдіктен айықтыру үшін күнде емімізге ақша төлейтін боласың, түсіндің ба? Тағы не істейін? Еще сүт әкелетін боласың. Оның не қажеті бар сізге? Менің баламның өкпесін никотиннен айырылту үшін, түсіндің ба? Еще мен анамын, яжмать, мен балам бар. По-любому менің айтқаным дұрыс, түсіндің ба? Енді кет. Сау болыңыз. Қараш, не істеп тұрсыз, сіздің ұятыңыз қайда? Мен анамын, мен балам бар, көріп тұрған жоқсыз ба сіз? Қарындас, сізге не керек? Маған дрель керек. Не үшін? Сенің бастыдағы мидың орнында не бар екенін көру үшін, түсіндің ба? Немене? Сіз не маған айғалап тұрсыз, мен сүркіншім жұта. Қарындас, кішкене жан-жағыңызға қарасаңыз, сіз құрылыс алаңыңызда жүрсіз. Сен де жан-жағыңа дұрыстап қарап ал. Мен баламмен серуендеп жүрмін, түсіндің ба? Давай ки босатыңдар, мен уақытым жоқ, кетіңдер мына жақтан. Сіздерге басқа жақты қыдыруға болмай ма? Болмайды.
Дала ыстық маяқ салқын екен, түсіндің ба? Сонда сіз үшін үзіліс жасай алмаймыз, қарындас. Бізді жұмыстан шығарып жібереді. Жұмыстан шығарып жүрсе өздеріңе жақсы емес па? Өздеріңе жақсы емес па? Жақсы жұмыста боласыңдар. Давайте босатыңдар, кет. Давай, кет. Болыңдар, уақыт жоқ менде. Екеуің, қайда барасыңдар? Қарындас дұрыс айтады. Не істеп жүрміз? Нормально жұмыс табамыз. Естерің дұрыс па? Тоқта деме, Алеша. Берге деме. Алешаң, Палешаң бәрі кетіп қалды, түсіндің ба? Сен пока айғалап атқан жоқ. Короче, сен қара, былай ғой. Вообще, бала тәрбиелеу ол кірпіш қалау емес саған, түсіндің ба? Сондықтан да сен тыныш жүр, түсіндің ба? Не ал? Сен достарың кетті, духыңда кетті ма, не? Шығасың ба, разырас? Давай, шығасың ба? Қарындас, қой деме. Қой деме, қарындас. Келген кезде сен мына детский площадка салып қоятын болды, түсіндің ба? А то таяқ жейсің менен. Оғып ал, ұмытпа, мен анам, мен балам бар. Я жұмайт, мен айтқан по-любому дұрыс, түсіндің ба? Бар, кет мына жақтан. Кеттім.